Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода мен әр бағадағы өз бағасына топ мониторларды айтатын боламын. Бұл арзаннан қымбат бағаға дейінгі порядокта болады. Және бұл видеоны менің шығаруыма телеграмдағы комментариялар себеп болды. Ол жерде көп адамдардың айтуы бойынша маған монитор жайлы видео шығару керек. Білмеймін, бірақ неге көп адам сұрағанын, әйтеуір маған осындай форматтағы видеоларды түсірген ұнамайды. Сонда да жарайды. Мен телеграмға сендердің ойларыңды тыңдаймын деп жазғандықтан осы видеоны түсірдім. Бұл видео көп просмотр жинайды деп қатты үміттенемін. Барлық мониторлар Каспийдан болады, ал енді лайк басып каналға тіркеліп қойыңдар, біз видеоны бастаймыз. Айтпақшы, мен айтуды ұмытып бара жатырмын. Мониторлар қаншалықты қымбат, соншалықты өз бағасына топ варианттар көп. Сол үшін қазір егерде 1 миллион деген сияқты бюджетке келетін болсақ, сразу айтайын, варианттар көп болады. Бірақ мен ол суммаға келетініміз, келмейтінімізді нақты білмеймін. Өйткені мониторларды мен сценарий жазып отырған уақытта таңдап отырмын. Давайте енді бірінші ең арзан мониторымызды айтайық. Бұл 60 мың теңгелік QMax деген 21,5 дюймдік Full HD монитор. Матрицасы IPS, частотасы 75 Гц, время отклика 5 миллисекунд. Былай айтсам, монитор ойынға және жұмысқа өте жақсы келеді. Бірақ бағасы слишком көтеріңкі. Себебі осындай мониторларды 1 жыл бұрын 35 мың теңгеге табуға болатын еді. Плюстары матрицаның IPS болуы, яркостьтің көп болуы, Full HD разрешениеде және 75 Гц, а так былай қатты плюстары жоқ. Минустарына бірінші HDMI разъемның болмауын жатқызсақ болады. Оның орнына мониторда VGA кабель тұр. Бұл әрине 2022 жылы жарамайды. Себебі жаңа видеокарталардың көп бөлігінде HDMI разъем. Екінші, мониторды басқаратын кнопка монитордың артында тұр. Ол да қатты ыңғайлы емес, өйткені бір кнопканы басу үшін монитордың артына қарап тұру керек. Немесе егер де олай кнопка артына жасайтын болса, менің мониторым сияқты джойстик жасау керек еді. Солай кәдімгідей ыңғайлы. Ал мониторды егер де сендер 1080p ойындарды ойнайтын болсаңдар ғана алсаңдар болады. Бито оның ішінде CSGO, Dota сияқты қатты нетребовательный ойындар. А так мощный қымбат ПК алатын болсаңдар не стоит. Программаға да тура сондай, бастапқы уақытқа жарайды, ал болашақта сендер басқа монитор алсаңдар болады. Екінші мониторымыз 134 мың теңгелік Philips. Бұл монитордың характеристикасын тізіп шықсам, размері 24 дюйм, разрешениесі 2К, частотасы 75 Гц, время отклика 4 миллисекунд, ал матрицасы IPS. Монитордың дизайны обычный офисный мониторлардыкіндей, бірақ характеристикасы кәдімгідей жақсы. Плюстарына бірінші монитордың рамкасының жіңішке болуын, екінші HDMI-дың бар болуын, хотя 130 мың теңгеге плюс емес дефолт болуы керек еді. Жарайды. Үшінші 2К монитор болуын жатқызсақ болады. Ал минустарына біріншіден, монитордың аяқтары өте үлкен. Бұл өте жаман, маған сеніңдер. Өйткені егерде монитордың аяқтары үлкен болатын болса, басқа заттарға орын қалмайды. Ол проблеманы шешу үшін, конечно, кронштейн алуға болады, бірақ кронштейннің өзі минимум 15 мың теңге тұрады. Бірақ бұл да минус бюджет болады. Екінші минусы монитордың дизайны онша емес. Болды, принципе, егерде осы мониторды алатын болсаңдар, сразу айтайын, киберспортсмендерге монитор жарамайды. Тек қана фотошоппен немесе монтажбен жұмыс жасайтындарға, немесе сюжетный ойындарды ойнайтындарға жақсы келеді. Бірақ сонда да ол бюджетный монитор қатарына жатады. Үшінші монитор тоже бағанағы екінші монитор сияқты бағада, бірақ осы жолы тек киберспортсмендерге, геймерлерге арналған Samsung Odyssey G3 деген монитор. Характеристикасын айтсақ, диагоналі 24 дюйм, разрешениесі Full HD, частотасы 144 Гц, время отклика 1 миллисекунд, ал матрицасы VA. Монитордың жоғарыда айтып өткен характеристикасына мән беретін болсаңдар, бұл монитор шынымен де киберспортқа арналғанын байқайсыңдар. Себебі бірінші, плавный ойын болу үшін 144 Гц, және ойында ешқандай задержка болмау үшін время отклика 1 миллисекунд. Сонымен қатар монитор қатты қымбат болмас үшін Full HD разрешение. Тіпті дизайны да геймерский, бірақ ұмытпаңдар, ол ештеңені шешпейді. В общем, монитордың плюстарына ыңғайлы подставкасын айтсақ болады. Бұл подставкамен монитор 90 градусқа дейін айналып, төменге түсіріп жоғарға көтеруге болады. Ал минустарына тоже аяқтары көп орын алатынын жатқызсақ болады. Болды, монитор бағана айтқандай тек қана киберспортқа арналған. Бұлай жұмыс істейтін дизайнерлер 3D моделированиемен айналысатындар болса, сендерге бұл монитор жарамайды. Лучше бағана осының алдында айтқан мониторды алыңдар. Екі мониторға да ссылка описанияда, ал бағасы примерно 130 мың теңге. Төртінші монитордың аты Acer Nitro KJ2. Бұл монитордың бағасы 193 мың теңге. Характеристикасы 27 дюймдік диагональ, Full HD разрешение, частотасы 144 Гц, время отклика 2 миллисекунд пен IPS матрица. Қысқасы, монитор ойынға да жұмысқа да жақсы келеді. Бұл айтқанда универсалды мақсатта қолдана беруге болады. Мысалы, сендер YouTube'да ойынға летсплей түсіретін болсаңдар, мына монитор сендерге как раз келеді. Себебі 27 дюйм өте үлкен. Бұл жақсы, өйткені осы арқылы сендерге монтаж жасауға ыңғайлы болады. Ал Full HD разрешениемен сендер CSGO, Dota сияқты
ойындарды нормальный FPS пен ойнайсыңдар. Хотя 27 дюйммен Full HD разрешение қатты сай келмейді. Біраз уақыт өткеннен кейін сендер сюжеттің ойындарда пиксельдерді байқайтын боласыңдар. Ал оны ұмытатын болсақ, монитордың тағы плюсы 144 Гц болуы тағы да ойындардағы артықшылығын көрсетеді. Еще сонымен қатар фотошоперский плюсына IPS матрицаны кіргізсек болады. Ал минустарына сендер мониторды ешқандай жағдайда қозғалта алмайсыңдар. Бұл өте үлкен минус. Себебі монитор 193 мың теңге тұрады. Бірақ производительдер осыны да жасамаған. Бірақ сонда да өз бағасына жақсы монитор деп ойлаймын. Енді келесі мониторға кеттік. 5-ші монитордың бағасы 225 мың теңге тұрады. Яғни бағанағы монитордан 34 мың теңгеге қымбат. Бірақ өзінің сол қосымша төлеген ақшасына плюстары да бар. Бұл монитордың аты HP X27i. Характеристикалар: диагональ 27 дюйм, разрешение 2К, частота 144 Гц, время отклика 4 миллисекунд, ал матрицасы IPS. Енді сендер сұрауларың мүмкін, бағанағы монитордан қандай артықшылығы бар? Біріншіден, 27 дюймға сай келетін 2К разрешение. Екіншіден, подставкалардың регулировкасы. Вообще бұл монитор барлық жерде өте танымал. Может, көбілерің осы мониторды білетінде шығарсыңдар. Сондықтан айтатын көп зат жоқ. Бірақ отзывтар бойынша, егер сендер Full HD-дан кейін немесе 21 дюймнан осы мониторға өтетін болсаңдар, көздерің сендерге рахмет айтады. Және де тура сол сияқты TN матрицадан осы мониторға өтетін болсаңдар, вау эффект болады. Бірақ алатын болсаңдар, есте сақтаңдар, мониторда засветтер бар. Засвет деген не екенін білмесеңдер, қара түсті оттенктердің толықтай қара болмауы. Хотя ол барлық мониторларда бар, бірақ бұл монитор үшін ондайдың болуы бағасына қарасақ өте ұят болады. Бірақ тағы да мониторымыз менің ойымша топ. Ссылкасы описанияда. 6-ші мониторымыз LG компаниясынан шыққан тек жұмысқа арналған модель. Бағасы 285 мың теңге. Характеристикалары: диагональ 27 дюйм, разрешение 4К, матрица IPS, частота 60 Гц. Бұл мониторды алатын болсаңдар, бағана айтқанымдай тек қана жұмысқа ғана аласыңдар. Себебі бұл 280 мың теңге тұрады. Ал бұл бағаға сендер ойынға басқасын алсаңдар да болады. Бірақ жұмысқа дейтін болсақ, өте жақсы келеді. Тіпті мониторды MacBookқа жалғап, Final Cut деген сияқты монтаждайтын программалармен 4К видео жасай аласыңдар. Мониторды өздігінен тек қана монтажға ғана емес, кино көретін болсаңдар да қолдансаңдар болады. Может быть, сендерде телевизор жоқ шығар, ондай да болып тұрады. Плюстарына 4К разрешение мен өте көп разъемдардың болуын жатқызсақ болады. Ал минустарына 90 градусқа бұрылмайтын подставканы жатқызамыз. Былай дизайнер, программист, 3D моделер және разработчиктарға өте жақсы монитор. Ссылкасы описанияда. Енді 7-ші мониторға кеттік. 7-ші және соңғы мониторымыз Asus TUF Gaming деген сериядан болады. Бағасы 270 мың теңге. Бірақ бұл монитор тек қана ойынға, киберспортқа арналған. Характеристикасы: диагонали 27 дюйм, разрешение 2К, частотасы 165 Гц, время отклика 1 миллисекунд, матрицасы VA. Байқасаңдар, бағана жоғарыда айтқан монитор сияқты тек қана киберспортқа арналған. Тек бұл кішкене қымбатырақ түрі. Себебі айырмашылық максимум диагональ, разрешение және конструкциясында ғана болуы мүмкін. Атак былай характеристикасынан мүлдем айырмашылық жоқ. Бірінші плюсы подставкасы өте ыңғайлы. Екінші, Nvidia-ның G-Sync деген технологиясы бар. Үшінші, HDR деген технология бар. Ал минусы отзывтардан қарайтын болсақ, тек біреу-ақ. Ол монитордың динамигінің жаман болуы. Бірақ менің ойымша монитордағы динамикті ешкім қолданбайды. В общем, мониторды тек өздеріңді киберспортсменмін деп санасаңдар, алсаңдар болады. Өз бағасына точно топ. Ссылкасы описанияда. Енді видеоға вывод жасайтын болсам, мен осы 7 мониторларды да Каспидағы ең танымал таңдаудағы мониторларды көрсетіп шықтым. Және менің ойымша осы видеоға сене салып, монитор ала салуға кеңес бермеймін. Себебі менің осы видеода айтқан мониторлардың плюстары мен минустары менің өзімнің ойым емес, отзывтардан формулировка жасалған. Еще видеоны шығармастан бұрын менің байқағаным, саған 300 мыңнан қымбат мониторлар керек емес. Себебі одан қымбаттарын алсаң ешқандай айырмашылық болмайды. Оның орнына сол ақшаға 300 мыңнан арзан 2-3 монитор алсаң ыңғайлырақ болады. Осымен видеоны аяқтайық. Видеоны лайк басып каналға тіркеліп қойыңдар. Видео аяқталды. Давайте, короче.